Барлығыңызға сәлем. Бүгін Хобби-Пай тортын дайындаймыз. Бізге қажетті ингредиенттерді дайындап аламыз. 100 грамм сармайды алдым, және де 2 плитка шоколад. Менде Қазақстан шоколадын қолдандым. Шоколад пен сармайымызды араластырып, оны отқа қойып, ерітіп аламыз. Келесі 6 жұмыртқаны алып, оған шекер қосып, миксермен жақсылап көтерілгенше взбивать етеміз. Осы жұмыртқамызға енді шоколадты қосып араластыра аламыз. Миксер міндетті түрде қосулы болу қажет. Бір стакан ұнымызға 1 чайный ложка разрыхлитель қосып, және де 3 чайный ложка какао қосып, барлығын бірге араластырып аламыз. Енді формамызды дайындаймыз. Үстіне пергамент қоямыз. Үстіне тестімізді құйып, 180 градуста 10-12 минуттың шамасында пісіріп аламыз. Торттың бетіне құятын ганашты дайындаймыз. Оған бізге 1 плитка шоколад және де 1 столовый ложка сұйық май қажет. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге бетмол, творожный сыр және де сахарный пудраны аламыз. Бетмолды қолданбас бұрын 5 минут морозильникке салып алған жөн, себебі жақсы көтеріледі. Енді барлығын жинап бастаймыз. Креміміз дайын, тестіміз дайын. Бірінші тесті, потом үстіне крем, сөйтіп кезек-кезегімен жинаймыз тортымызды. Хобби-Пайымыздың шаригі әдемі, күшті болып жағылу үшін бірінші кезекте креміміз өзінің формасын ұстай алатындай кейіпте болу қажет. Және де екінші жағынан ол опытпен келеді. Сіз неғұрлым көбірек істейсіз, соғұрлым сізде әдемі болып шығады. Сондықтан да істей беріңіздер, жасап көріңіздер. Өте әдемі, өте дәмді торт. Бетіне ганаш жақсы етіп жағылу үшін жаңағы кремді кішкене жағып аламын бетіне, сонда ганашымыз әдемі болып құйылады.
тортымыз дайын, барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.